Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен Мұхамеджанова Қарлаш Қанатбек қызы. Алматы облысы Райымбек ауданы Сауранбаев атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі. Жалпы республикалық адалдық сағаты атты бейне дәрісімізді бастаймыз. Биыл атақты батыр Бауыржан Момышұлының туғанына 110 жыл толып отыр. Осыған байланысты адалдық сағатымыздың тақырыбы ар намысты арқалаған рухты батыр Бауыржан деп аталады. Ендеше Бауыржан Момышұлы кім? Биыл атаңызға арналған командир, көптеген марапаттардың иегері, Кеңес одағының батыры Бауыржан атамыздың толғанына 110 жыл толып отыр. Ғұмыры ерлікке толы Бауыржан ата, батылдық, адалдық және табандылық сынды қасиеттер Бауыржан атаны халық қаһарманы етті. Оның тұлғасынан жоғары патриоттық рух, шешім қабылдаудағы сенімділік, тәртіп, даналық пен парасаттылық қасиеттерінен кейінгі ұрпақ үлгі алады. Батырдың көзқарасынша, сенім қамалы адамдық пен адалдыққа апаратын ұлы күш іспеттес. Сенім бар жерде үміт те бар. Бұл турасында ол былай тұжырым жасайды. Сен ата-анаңның үмітісің, сен қайталанбас тұлғасың, өз өміріңнің белсенді жасаушысың, сондықтан өзіңе ғана сен. Осылайша, осы ой арқылы жастардың бойындағы сенімнің маңыздылығын, сонымен қатар өзіне әрі ата-анасының тәрбиесіне берік адам ешқашан арсыздыққа бармайтындығын меңзейді. Бауыржан Момышұлының мұрасы адалдық, ерлік пен тәртіпке, патриотизмге толы. Өмір жолы ар намыс, әділдік және адамгершілік қағидаларына негізделген. Ендеше Бауыржан атам жырлап кеткен, айтып кеткен адалдық ол не? Қандай қасиет? Адалдық адам бойындағы таза ниет, бағалы қасиет. Адамның сана сезімі мен ар-ұжданына қайшы келмейтін әрекеттерінің моральдық этикалық жиынтығы. Қазақ пайымында адам бойындағы адалдық, пәктік, ар-ұждан, жан тазалығы тәрізді қасиеттері қалыптасқан нормаға сай болуы керек. Момышұлының мірдің оғындай нысанаға дәл тигізер сөздері бүгінде халық арасында кең тарап қанатты сөздерге айналып кетті. Тілге жүйрік, шешенге қас батырдың адалдық жайында айтқан қанатты сөздеріне тоқталайық. Бауыржан атамыз былай айтқан екен. Әділдікті мойындау адал кісінің ісі. Намысты нанға сатпа. Именіп жүріп көрген игіліктен қарсыласып жүрген бейнет артық. Ешкім іштен батыр болып тумайды. Батырлық та мінез секілді өскен орта, көрген тәрбиеге байланысты қалыптасады. Батырлық тәуекел мен ақылдың есебінен шығуға тиіс. Тәуекел кейде ақылды да ақтап алады. Ал ақылсыз тәуекелді ештеңе де ақтап ала алмайды. Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бас иген құл болмайды. Қайрат етер кезде жүк көтерер нардай бол, ақыл айтар кезіңде 100 жасаған шалдай бол. Ерлік тайсалмас табандылық пен қайыспас қайсарлықтан шығады. Жерге тер төгіп, халыққа қан төгіп қызмет етуден тайсалма. Отбасының өнегесі, отан өнегесі. Халықтық тәжірибе бүгінге ғана емес, ертеңге де керек қазына. Ақ жүрек болып жолдасың, адалдық сені қолдасын. Жақсылық үшін тіресең, жаныңды арың қорғасын. Арыңды болсын шабысың, алымды болсын табысың, найзадай болсын намысың. Ер жігітке бәрісін, қиындық көрсең мұқалма, ауырлық көрсең жұқалма. Қамқоршы бол кішіге, үлкенді үлгі тұт алға. Бұл батыр Бауыржанға қарт әкесінің берген батасы. Өз сөзінде Бауыржан Момышұлы, осы ақ батаны жүрегіме жазып алып мен кеттім. Әкемнің ақ батасын өзімнің арымның, азаматтығымның, адамгершілігімнің ақ туындай етіп, күні бүгінге дейін төбеме көтеріп келемін қарағым, деген екен. Ендеше сізден бата сұраймыз дегенде, адал болмай азаматпын демегін,
ойран салсаң ойлап салғын. Елін сүйген жауынгер ер болады. Жерге теріңді төксең, жеміске кенелесің. Отанды сүйіңдер, оны қорғаңдар, оған қызмет етіңдер. Барлық балғындарға ақ ниетпен ақ батамды беремін, деп Бауыржан атамыз адалдықты ту етіңдер деген батасын берген екен. Ендеше бүгінгі сабағымызды Батыр атамыздың мына өсиет сөздерімен аяқтайық. Осы өсиет сөздерін санамызға тоқып, ойымыздан шығармайық балалар. Барлық халық пен барлық ұлт ұлы және тамаша нәрселер жасауға қабілетті. Әрбір азамат өз ұлтын сүюге тиіс, және өз ұлтына деген терең сүйіспеншілігі мен мақтаныш сезім арқылы басқа ұлттарды танып, құрметтеп, оларды сүйе білуге тиіс. Екі сөзді ер емес, серт ер серігі деген екен Батыр Бауыржан атамыз. Сабағымыз аяқталды балалар. Ендеше осы өсиет сөздерді есімізге сақтап, өмірімізде қолдана жүрейік.